Сәлем достар, сіздермен бірге Тайрып. Бүгінгі видеода мен сіздерге сіздердің паспорттарыңызды біреу алса, немесе сіздер ұрлатып алсаңыздар, или түсіріп алып біреу тауып алса, или же паспортыңыздың копиясын біреуге берсеңіздер, не болатынын айтайын. Ең бірінші болатын нәрсе, олар сіздердің паспорттарыңыздың данныйын сатуы мүмкін, жай ғана сату. Және бұл арзан тұрады, өте арзан тұрады. Просто черно-белый копияға 300 теңге сатады. Және бұл копия 1000 рет сатылуы мүмкін. Мысалы, біреу сатып алады да, оны басқа біреуге сатады, ол басқа біреуге сатады, ол басқа біреуге сатады. Ал цветной паспорт, кәдімгі паспорттың өзі, ол енді қымбаттау. Ол уже 1000 теңгеден көп тұрады. Ал енді паспорт суретімен болса, онда ол уже 4500 сондай теңге тұратын болады. Және енді ең қызық жері бұл видеоның, бұл паспортты сатпай тұрып, ол адам не істейтінін айтайын. Ең бірінші, сіздің атыңызға кредит алуы мүмкін. Сіздерге мошенникке ақша түседі, ал сіздерге звондайды, және кредитті төлеу обязательно болады. Бірақ бұл кредитті сотта жауып тастауға болады, сондықтан ондай қатты паникаға кету керек емес. Бұндай ситуацияда сіздер спокойно болуларыңыз керек. Бірақ уақыттарыңызды және нервтарыңызды алуы мүмкін. Сондықтан тағы да айтамын, спокойно болыңыздар. Және сіздің атыңыздан фирма ашу мүмкін. Бірақ бұл фирма 1 апталық немесе 1 айлық болуы мүмкін. Яғни сразу жабылып қалатын. Сіздің атыңыздан фирма ашады, және сіз налог төлеуіңіз керек болады. Мысалы, жаңағы ашқан фирма үшін сіз налог төлеуіңіз керек. Және олар фирма ашып алды, ал сіз налог төлеуіңіз керек. Күшті ма? Сондықтан кредитная история, соның бәрін қарап жүріңіздер. Барлығын тексеріп, сөйтіп жүріңіздер. Және ешқашан паспорттарыңызды жоғалтпауға тырысыңыздар. Копиясында жерге түсіріп алып, ұшырып алып, тағы ұрлатып алмаңыздар. Және тағы бір, енді бұл менің айтып атқаным жаңағыдан бері. Бұның бәрі кішкентай істер. Бұл өте қауіпті, бірақ бұның бәрі әзірге кішкентай. Алда өте қызық болады. Сондықтан видеоны до конца қараңыздар. Және тағы бір айтып кететін зат, бұл мысалы менің каналымда схемалар бар. Мысалы, менің каналымда оңай ақша рубрикасы бар. Және ол рубрикада біз ақша табатын боламыз. Уже видео шықты көп, оның кейбір видеоларда біз адамдарды алдаймыз. Және алдаймыз да оларға кивиге ақша салдыртамыз. Ал енді ол кивиден ақшаны алу үшін біз оны карточкеге салдыртуымыз керек. Ал карточкеге салдырту үшін сіздерге паспортыңыздың фотосын сұрайды. Паспорттың фотосын сұрайды. Яғни сіз
тіркелуіңіз керек паспорт қылып. Осы кезде сіздің паспортыңызды қолдануы мүмкін. Сондықтан және сіздерде тағы да бір проблема шығып қалуы әбден мүмкін. Және ең күштісі, ең жаманы, ең ауыры бұл жаңағы алаяқтар сіздің паспортыңыз арқылы сіздің ал видеоның жалғасын көруіңіз үшін келесі видеоны күтіңіздер. Яғни бұл 2-ге бөлінген видео. Ал видеоны қаша шығатынын менің Telegram каналымда немесе Instagramда немесе Twitterде білулеріңізге болады. Барлығы ссылка астында.